Саламатсыздар ма? Бүгін мынадай көйлектің желбіршегін қалай саламыз? Ол үшін мен мынадай матадан қиып аламын. 6 сантиметр ені. Ұзындығы өзіңізге керекті ұзындықта. Осыны мына жерін бүктеп, машинкамен шетін қайырып тігіп шығамыз. Содан кейін мен матамен машинкамен мына жерін қайырып тіккеннен кейін мына шетінен мына жерден 0,5, одан кейін тағы да 0,5 қашықтықта 2 тіке тігіс тігіп шығамын. Тігіс ұзындығын үлкейтемін. Менде 3 болды, 4-ке қойып, былай просто тіке тігіс тігіп шықтым. Одан кейін машинкаға осылай салған болсам, мына 2 астыңғы жіптен тартып, мына 2 астыңғы жіпті бөліп алып, екеуін қатар тартып жиырамын. Жиырғаннан кейін біркелкі етіп жиырып, киімге сәйкес келетін қылып, сосын мынандай қылып теріс жағынан тігіп алдым. Осы мына тіккен 2 параллель тігістің ортасынан тігіп шығамын. Сонда былай оңға қарағанда мынандай болып шығады. Ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Енді бұны мен мына киімге қосамын. Осыны қайырып, мына шетінен 1 мм қалдырып, мына ақ жерінен тігіп шығамын. Осымен көйлекке желбіреуіш дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Жақсы көңіл күй тілеймін. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.